Өзге де тақырыптар егістік алқаптарда дән себу науқаны қызу жүріп жатыр. Үкімет тарапынан көрсетілген көмектің арқасында бірлесіп қызмет жасай бастаған кооператив жұмыстары да жүйелі. Биыл Қазагро ұлттық холдингі дала жұмыстары үшін шаруаларға 60 миллиард теңге қаражат бөлген. Жеңілдетілген қолдау қаржының үстеме ақысы 6%-дан аспайды. Мүмкіндікті тиімді пайдаланған шаруалар тіпті бұрын егіп көрмеген дақылдардан да пайда көрмек ниетте. Ақмола облысындағы Даниловка ЕК серіктестігі ауыл шаруашылық өндіріс кооперативтерінің құрамына енген шаруа қожалығы. Кооператив енді ғана құрыла бастаған кезде кейбір азаматтар сенімсіздік танытып шығып та кеткен. Алайда ісі өрге басқан ұжым нақты жоспарлардың арқасында биыл мол өнім алуға ниетті. Ғалымдар ақылдаса отырып теріскеле бұрын соңды егілмеген бұршақ тұқымдас және жемшөп дақылдарын еккен. Шаруашылық жалпы айтсақ 10 мың гектардай егістік себеді, оның 6 мыңы бидай, 2 мыңы лен майлы дақыл, одан кейін чечевица себеміз 700 гектар, 1000 гектар арпа себеміз. Биылғы соя деген осындай өсімдік себіп отырмыз, биыл 100 гектар, сосын сафлор деген. Бұл өнімдерге Қытай мен Үндістан тарапынан сұраныс жоғары. Шаруалар экспорттау жайында ойластырып жатыр. Бұл шаруадан бөлек құжат жинау, жанармай, құрал сайман мәселелерін шешуде де кооператив басқармасы мойнын алады. Шаруалар тек егу жұмыстарымен ғана айналысады. Биылғы біз алдық 3 миллиард. 3 миллиарды біз уже 7% біз оны бердік уже. Ертең ол шапқылап жүрмей, запчасть қайда, дистопливо қайда, семена қайда, зарплата қайда, біз оны көмектесеміз. 10 только заявка бізге береді, біз оны істейміз. Жыл басынан бері көктемгі егіс пен өнім жинау жұмыстары үшін 2000-ға жуық ауыл шаруашылық тауар өндіруші жеңілдетілген несие алуға өтініш білдірген. Пайыз мөлшері де былтырғымен салыстырғанда 1,5%-ға төмен. Егістік жұмыстары аймағында біз 9 кооперативті қаржыландырдық. Бүгінгі күнде ол 182 ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін қамтиды. Қазагро ұлттық холдингі егін егу жұмыстарына 60 миллиард теңге бөлген. Оның 9,5 миллиард теңгесі шаруаларға жетті. Қаржы аса тиімді әдіспен беріледі. Яғни жылдық үстемақысы 6%-дан аспайды. Бұл шаруалар үшін зор мүмкіндік. Дәуренбек Бағдәулет, Бауыржан Жолдыбалин, Астана телеарнасы.